9-шы сабақтың жалғасы. Грамматика. Етіс категориясы. Етістер етістіктің бір түрі. Етіс іс-әрекеттің орындаушыға қимыл иесіне қатысын білдіреді. Етістер 4 түрге бөлінеді. Өздік етіс, өзгелік етіс, ырықсыз етіс, ортақ етіс. Өздік етіс іс-әрекеттің қимыл иесіне тікелей қатыстылығын анықтайды. Қимыл, іс-әрекет іс иесінің өзіне тікелей бағытталады. Жұрнақтары: ын, ін. Мысалы, арай таранды. Өзгелік етіс қимылдың, іс-әрекеттің өзге адам арқылы істелетінін білдіреді. Жұрнақтары: дыр, дір, тыр, тір, ыр, ір. Ғыз, гіз, қыз, кіз. Ыт. Мысалы, Мұрат жаздырды. Ырықсыз етіс сөйлемде қимылдың иесі арнайы айтылмай, қимыл өздігінен істелетіндей көрінеді. Жұрнақтары: ыл, іл, лы. Ын, ын. Мысалы, егін орылды. Ортақ етіс қимылдың бірнеше субъектіге ортақ екенін білдіреді. Жұрнақтары: ыс, іс, ыс. Мысалы, олар айтысты. 3-ші тапсырма. Төмендегі етістерді қолдана отырып, сөйлемдер құрастырыңыз. Пісір, аш, киінді, таранды, жаздырды, айтқыздырды, кескіз, жүгірт, оқы, қызмет ет, ойла, жазғыз. 4-ші тапсырма. Сөйлемдегі көп нүктенің орнына өздік, өзгелік етістерінің жұрнақтарын қойып жазыңыз. Ұлы тұлғалардың түсінігіндегі отан. Философтар, жазушылар, саясаткерлер және басқа да танымал адамдар өздері өмір сүрген заманда отан туралы орамды ойларын жеткізіп отырған. Отанды үлкен болғаны үшін емес, өз отаны болған үшін сүйеді. Сенека. Елің үшін өміріңді қиюға дайын болғаның маңызды, бірақ ол үшін өмір сүруге дайын болғаның да одан да маңызды. Теодор Рузвельт. Өзіңді еркін сезінетін жер отан. Абуль-Фарадж ибн Харун. Әрбір ержүрек шыншыл адам өз отанына абырой әкеледі. Ромен Роллан. Мен өз елімді және бұрынғыдай әділдікті де жақсы көретін
мүмкіндікке ие болғым келеді. Альберт Камю. Қорытынды. Бүгінгі өткен тақырыбымыз қалай аталады? Тау-кен жұмыстарының технологиясы деген қандай пән? Оны үйрену үшін басқа да қандай пәндерді оқу керек? Қатты пайдалы қазындыларды өндіретін кәсіпорындарын жобалағанда, салғанда нені қорғау талаптарын сақтау керек? Пәнді оқығаннан кейін студент кен қазбаларының қандай жағдайын білуге тиіс? Пәнді оқу барысында студенттерге қандай талаптар қойылады? Біздің еліміз қандай металдардың қорына бай? Үйге тапсырма. Жаңа сөздерді толықтырып, жазып, етістерді қолдана отырып, сөйлемдер құрастырыңыз. Екінші тапсырма. Отан туралы, адамгершілік туралы мақал-мәтелдерді жазып, аударып, жаттап келіңіз. Келесі тапсырма. Мәтінді оқып, мазмұнын айтыңыздар.